Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз FL Studio'ның бағдарламасына бір шолып өтеміз. Жалпы өзімнің осы каналымдағы аранжировкалардың қалай жазылғаны жайлы видео шығарып отырамын. Бірінші бізде бұл аяулы айдидарлы анашым. Міне бір тыңдап шығайық, міне. Қараңыздар, бастан бастап қойайық. Сосын ары қарай бұл бітеді, сосын бұл жерден бастап бізде куплет басталады екен. Мына өзі қайырмасы. Енді басынан бастап барлығын бір тыңдап шығайық. Қараңыздар, ең бірінші паттернде тұрған міне Nexus аспабында. Бұл бізде форто пиано аспабы екен. Пиано аспабы. Басында осындай кіріспе бар. Тұң. Бұл жалпы кіріспесі. Кейін бізде бұл Nexus аспабында текстеп некі. Бұл бізде скрипка болмаса скрипка кәшісті, шатаспаса. Ой-бай. Скрипка аспабы қатып жатыр. Мына кезде кейін қараңыздар, бұл жерде бізде бочка ойнайды. Бочка деген хэтмі, одан кейін снейр. Мына кезде міне бұл бізде фон аспап. Подушка ғой, пэт деп айтамын, пэт дейді ғой. Тыңдап көрейік. Пэт дейді, алады қоясын, қараңыздар. Вроде әдемі жазылды. Кейін мұнда бұл бізде шатаспасам бас. Сигнал ұстамай тұр. Сондықтан бас осылай болып тұр екен бізде. Не вовремя. Не вовремя тұр екен. Шеқылдап бұларды тұр. Тағында көрек қараңыздар. Оперативкасы көтермей жатыр, тоқтатай. Жалпы барлығын тыңдап шықсаңыздар, мені бұлай болады екен мені. Сөйтіп жазылды екен. Бұл 1-2 куплет, 3 куплет сосын. Мына өзі проигрыш, и дальше мұнда соңында проигрыш. И солай бітеді екен. Жалпы осылай жазылды, достар, осы ән.